Сәлем достар, біз кішкене демалыстан кейін бір күнді қайтадан бастадық. Кезекті шығарылымды түсіруге кірісіп кеттік. Бүгін бізде қонақта Зируза. Алло. Зируза, привет. Привет, Коля. Нормально, өзің қалайсың? Жақсы. Енді тұрып жатсың ба сен? Жоға, давно тұрмын. Да? Дайынсың ғой? Иә, дайынмын. Шашың құтты болсын. Қалайсың? Жақсы ма? Здрасте. Міне мынаны ұстап ал, нелеріңді маған бер. Конечно. Ага, давайте. Що, қайда бірінші? Қазақфильм. Қазақфильм. Қызық лайф. Кофе бар ғой сол жақта? Бар ма? Бар ғой? Иә? Все, кеттік. Все, let's go. Қарабауының бренд амбассадорысың ғой, иә? Осы жылы ма? Қашан болды? Иә, осы жылы ғой. Қарабау қайт маған да кішкене 5-10 тиын беріп қойсын. Міне, көрсетіп жатырмын Қарабауны. Рахмет. Сәлден кейін ішеміз. Таңда ішпей Сен әңгімең мені ұйықтатып жіберіп жатса? Все. Иә? Хорошо. Тәрбиелің әр қимылың бұл сиқырдан жұрт жиылып сен күн шықсаң мен демалам Раз, два, три. Раз, два, три. Здрасте. Два, три, и. Раз, два, три. Раз, два, три. Это никто не видел. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Давайте сәттілік. Бүгін бірінші күн бе? Бір күн бізге айына бір рет түсіреміз. Да, бір күнде ма? Төрт бағдарлама. Бір айға ма? Зато актуальный нәрселер болады дейсің. Өте. Нет, я могу. Ну, андай. Тамақ істей алады екен Зируза, соны айтып отыр. Иә. Өзіне завтрак істейді. Қандай тамақ істейсің, Зируза? Курица в духовке. Курица в духовке? А, я еще сырники умею делать, блины. Қойш, карантиннің кезінде сырникидің темасын Сырники. әбден. Иә. Сырники, блины, сосын. Панкейки. Панкейки істейсің ба еще? В основном мне панкейки лучше получаются, чем блины. А блины получается лучше, чем сырники, да? Нет, сырники получаются лучше, чем панкейки. Қазір Зирузаның жаңа образын көреміз. 1, 2, 3. Хоп! Давай, пальтоны шешейік. Сені мынандай көйлекпен көрмеппін ешқашан. Тут разрез деп. Разрез еще қараңдар. Да, этот, көбісі таңғалатыр. Менде, ну, для меня тоже это что-то новое. Но, мне кажется, мне идет. Прикольно. Артын көрсетпеген. Осындай. Міне шаш осындай, киім осындай. Жаңа образ. Қазір шығып қандай ән айтасың? Қазір мен көбелекті айтайын деп жатырмын. Көбелекті. Көбелек, иә. Жақын кел, жаныма. Көрмесем сені дереу сағынам. Все, удачи пожелайте мне. Давай, удачи. Рахмет. Иди. Неғып тұрсың, бар енді. Бері кел, мен саған дәл қазір үйретем. Мендегі бардың бәрі сенікі. Қыздар, жігіттер, қараңдар. 3-ке 10 метр қалды. 2-ден 48 кетіп, біз нешеде кірдік? 9:30. 9:30-да кірдік. Біз Қызық лайфтың съемкасында осыншама уақыт болдық. Планы менде 5-те не ғой? Бесте. Ағай сказал, что-то снять надо где-то. Осыны ғой, осы продолжение. Тогда мы Я- можем что-нибудь поесть, чай ішіп па, и там уже әңгіме кетеді.
Давай. Да? Давай. 5-ке дейін, иә? Да. Сосын 5-те биге барамыз. 5-те биге барамыз. Все, болды, кет. Мен мынандай нәрсе бар, Инстаграмда пост дейтін нәрсе бар. Зируза соңғы рет кімді іздеді? Ну, давай. Посттан. Давай көрейік. Давайте көріңіз. Кәні көреміз. Оба. WHO, Всемирное здравоохранение ғой. Не о? Соны іздепсің, да? Что-то я не помню это. Да? По идее, соңғы рет hairstyle деген іздеймін. Wake up, Я can wake up, hair, Малика какая-то, визажист, Ибрахан Тамирис. Все, что ли? Басқа ешкім қызықтырмай ма не сені? Жігіттер? Зачем маған? Жігіттердің страницасына кірмейсің ба? Ондайым жоқ. Ничего себе. Вы типа хотели меня. Да. Не получилось ба? Не Жоқ, получилось. шынымен де мен қатты ондай жоқ екен. Интересныйды ғана көріп қалмасаң. Что? Я так поиске жазып ешкімді іздеген жоқсың да? Ондайым жоқ. Ясно. Қазір біреумен жүріп жатсың ба? Жоға. Вообще? Айта бер бізге. Жоқ, серьезно, кіммен жүремін мен? Білмеймін ғой. Нет, серьезно. Шынымен кіммен жүремін? Мен сені біреумен жүріп просто айтпай жүрген шығар десем. Жоқ. Көбісі мен жеке өмірім болып қалсын дейтіндер бар ғой. Солай жүрма деп. Мен жүрсем, мне кажется, меня бы спалили. Давным-давно. Думаешь? Содан кейін қорқып қалдық қой. Біреумен жүруге де. Ясно. Енді тағы бір нәрсе көрейік. Зируза деп жазып көрейік. Мен өйтіп іздеп көргем. Гуглға жаздық Зируза деп. И новости дегенін басамыз. Новости деген бар ма не? Мына жерде новости болады ғой. Міне қара енді, өзің қара. Квартирник, бұл концерт, онлайн концерт, биография 2019 жылы шыққан. 2020 жылы, қазір 10 ай ма? Сол концерт қана жаңалықтарда. Сосын 2019-2018 жылғы жаңалықтар. Зируза боится с глаза дейді. 2017 жыл. Көз түсіп кетуден қорқады деген. 2017 жыл. Неге сен туралы жаңалықтар аз? Да? Ну да. Мен ондайды қарамаппын, не знаю. Мне кажется, я в гугле никогда просто не искала. Я думала, нормальный жаңалықтар. Просто соңғы кездері енді тыныштыққа кетіп қалдық қой. Карантин деп отырмын. Карантин бар, андай бар, мындай бар демекші. Жоқ, ана жаңа неден қарағанда мен де көрдім да, не жаңалығы отыр екен Зирузаның деп. Сөйтіп жаңалықтардан қарасам, ештеңе жоқ, өзің көрдің жаңа. Как будто сен өміріңде бір ештеңе болмай жатқан сияқты да? Скорее всего, өмір емес, творчество ғой енді менде в основном. Ну, творчество тоже, да. Просто мен өмірімді салмаймын. Ну, то есть қатты көрсетпей, может, из-за этого. Менде андай не жоқ, шумиха деген сияқты білмеймін. Қазір мынау жаңалықпен айналысатындарда амал жоқ, Инстаграмды аңдудан басқа. Өйткені жоқ нәрседен жаңалық шығаруға мәжбүр да. Біреу бірдеңе істеді, ана суреттен байқап қалдық деген сияқты темалар ма? Сондай бір нәрсе. Даже біреумен жүріп жатыр дегенде әңгіме жоқ та, мыяқта. И мен ойлаймын да, бір жағынан, может, содан кейін де шығар, баяғы сол баланы айта беретін ше, бәрінің қайда барса да. Потому что басқа ешкімді көріп жатқан жоқ қой. Ну так и есть, да. Содан кейін ғой солай қалыптасып қалған деп ойлаймын адамдарда. Бәрі соны айналып келіп айта береді. 3 жыл өтті, представляете? 3 жыл өтті, 3 жыл ма қанша? 3 жыл. Скоро осы 4 жыл болады. Сонда одан кейін ешкіммен жүрмедің ғой да? Жоқ, жүрмедім. Кездесіп, шайға шақырып, киноға. Жазғандар болды, шынын айтайын. Жазып, там, сезімін білдіріп деген сияқты. Мамай малы. Ана жер мынандай емес, мына жер мынандай емес деген әңгіме болып қалады да. Қатты таңдайсың ба, получается? Наверное. А еще, может, потому что, во-первых, сенім жоқ қазіргі кезде. Өйткені Неге? жұмысың бар, қорқасың біреумен жүруге. Сосын
По идее, басым болса, это же не будет влиять на работу, да? Но этот, как сказать, білмеймін, мен Лишний проблема болған, шоқақтау болып қалдым кішкене. Неден кейін қорқып тұрсың? Сол соңғы событиядан кейін, когда вот баламен бүйтті, сөйтті деген суреттер шықты ғой, содан кейін вот меня вот грязь қылдырып, жаман сөздер айтты. Это прям повлияло, мне кажется, на меня. Я просто чуть-чуть закрылась, сосын барып, даже боялась произносить его имя, грубо говоря. Потому что, ну, на то время олардың фанаткалары кішкентай болды, түсінбеді, сосын бізде кішкентаймыз, олар бізге түсінікпен қарай алмады, өйткені көбінесе қазір есіме түсірсем, крайне мен болып қалдым, да? Крайне мен болып қалдым. Хотя мен білем, что мен крайне емеспін, және де менде ешқашан арам ой, біреуді бір нәрсе использовать деген ондай болмаған, тем более ондай жаста кішкентайсың, нені ойлайсың сен? Сондай болып, тем более мен ол адамды давно білгеннен кейін мен ондай жасамас едім ешқашан деген сияқты әңгіме болды. Содан кейін жабылып қалдым, сосын басқа там жігіттер или общение деген қатты болмады. Болса да уақытша ғана сөйлесесің, сосын что-то не то дейсің, да, резко просто исчезаешь, и все. Сондай болды. Бір тамшы жаңбырдан алақанға тамған. Не деген сөздер бұл? Бұл халықты сыйламау деген сөз. Сахнаға шығып, аузыңа келсе, не келсе соны айту деген сөз. Тыңдармандарды сыйламау деген сөз. Мына киіну стилі дегенде де мен өзім көп түсіне бермеймін. Сенің характерің бар ғой негізі, неге характерің Я көрсетпейсің? очень, мен характерім жаман. Мен характерім Неге көрсетпейсің сол ауыр. жерде характерін? Просто Смотри, все айта береміз. Барлық андай бір оболочканы көріп қалғанда, жүрзан, мен просто керек жерде көрсетемін, керек емес жерде көрсетпеймін деген сияқты. Сенің жаман характерің ешкімге керек емес. Но когда вот границадан шығып барады ғой, менің де характерім бар, менде де қатты айта аламын мысалы сендерге деген сияқты. 17 сағат 14 минут біз биге келдік, иә? Танцы, шманцы, Зируза бір рекламаға түсейін деп отыр. Соған би керек, соның репетициясы көреміз. Кеттік. Мені сүйіп қиынрақ әр оңай, неге бағаламадың, соны бағаламадың. Привет. Как дела? Здрасте. Надо этот кан, давай вот это снимем. Просто положи, смотри, с правой ноги идем. Раз, два, три. Да? И отсюда мы делаем раз, два, три. Раз, два, Три. И как будто ты достаешь телефон. Бам, бам, голова. Да, и здесь раз, два. Раз, два. Двойная волна. Да? Раз, два. Раз, два. Да. И раз, два. Раз, два. Зируза! Қош келдіңіз. Ағай маған қалауымға барамыз дегенде мен шок болып қалдым да, я думаю, типа, да, ну, деп. Потом вот со временем даже вот ағай айтады, ну, может быть, не стоило, деген сияқты. Ну, что было, то прошло. Қалауымды бүйтіп нетіп қорлап, нетіп атқан жоқпын, просто, ну, не наш формат. Вы тоже так думаете? Шлак қой конкретно. Шлак, аншлаг. Мне так было некомфортно. Вы видели это, мое интервью? Короче, еще она, ведущая айтады да, сен не деп айтты? Сол енді бізге қалаулымға кеп тұрса, осы жақта өзіңе жып табасың дегендей, деп, короче, намек тастап тұр. Я такая,
бақытты болыңыздар да. И сосын бір сол отрывокты көріп қалған ғой, и там Gucci flip flops та-та-та-та. Я такая, сол. Степ. И. Тут и телефон. На связи. С тобой на связи. С тобой на связи. С тобой поворачиваешься. Бір рет мен айттым ғой, үйіме барып келдім деп. Сол кезде негізі мен ата әжені где-то негізі мен ата әжеге жақындаумын да. Өйткені мамам мен папам айырылысқаннан кейін мамам там жұмыстармен көп жүрді біраз. И көбінесе енді әже мен атаның қолында болдым. И каждый раз жатарда, да ойланып қалғанда ойлаймын да, үлкен кісі болып бара жатыр, олар енді мен өсіп келе жатырмын, олар да жас қосып жатыр. Денсаулықтарына қатты көңіл аудара бастадым да. Сосын осы жолы кішкене атам сырқаттанып қалды. Сол кезде Ерлан айдан сұранған болатын, барып келейінші деп, как раз ағам қыз алды. Қыз ұзату іште, кішігірім болды да үйде. Сол кезде барып келдім, и андай болады ғой, как сказать, есіңе түсіп кетті. Ертең осы кісілер болмай қалса не болады деген сияқты. Сондай ойлар болды. Аты кім атаңның? Сапарғали. Әжең аты кім? Мария. Сен ата-анаң Астанада да? Иә. Қазір бірге тұрмайды олар, иә? Жоқ. Папа, мама? Иә. Жоқ. Бірге тұрмайды. Сен мамаңмен тұрасың, негізі? Сен мамаңның қолында қалдың да? Бұрын мамамен тұрдым. То есть Астанада. Оқығанда мамамен біргеміз ғой бәріміз. Почему-то, знаете, андай бір не вот тревога дейді ғой. Сейчас скажу самое главное. Дело в том, что мен бір знакомыйларымда я видела, естідім то, что там біреулер қайтыс болады, андай. И я как будто жду, не то, что жду, а вот я знаю, что этот бір момент болады, когда это произойдет. И андай қорқасында, как это будет дейді. Бұрын өйтіп ойламайсың ғой, а қазір почему-то задумываешься об этом. Сен әнші боламын дегенге шейін неше түрлі жұмыс істедің ғой? Сен няня болған суретің бар ғой, білесің ба? Ё-моё. Няня болдың. Ала киімдегі ма? Иә. Иә, болды андай. Айтып берші сол туралы. Ол жақсы опыт болған шығар? Жақсы. Қанша төледі, кімнің баласына қалай қарадың? маған вообще сеніп жүр деймін да сол кезде ата-аналар. Өйткені мен вообще 18 деймін ғой, ол кезде кішкентаймын ғой еще. Қазірдің өзіне далада көргенде кішкентай деп ойлайды ғой мені. А ол кезде вообще кішкентай. Не алматыны білмеймін, во-первых. Вообще бір андай кішкене көзім вообще жабық. Просто выживание болды ғой. Кім сені тапсырды баласын саған? Я не помню. Мен просто... Балалар есінде ма хотя бы? Я есінде мынандай грудной балалар болатын. Мама, папалар алысқа кетпейтін. Жанында болады, мынандай бір демалыстарда жүреді ғой. Демалыстар жүреді, мен просто балаларына қарап жүремін да. Бір рет я помню үйіне бардым да. Үйінде просто мамасы басқа жақта жұмыс істеп жатам, а мен басқа комнатада баласына қарап отырмын. Күніне, например, я помню сол бір семьяны, который отдыхать барған ғой. Иә, семейканы. Олар кішкене ақшасы бар, сондай жақсы кісілер болған. И мен олармен 6 сағат бірге болдым. Сағаты 1000 теңге ма сондай. Санағанда 6000 ғой. И сол кезде мен андай прям бақытты болдым да, өйткені мамам бонуспен тағы 2000 ба, 3000 ба қосып. В общем, мен 6000-ның орнына 8 ба, 9000-дай алдым. Ол кезде ол деген біраз ақша ғой. Сосын мәз болып шыққан. Не істеймін деп па? Самое главное, ол кезде не ғой? Ол кезде автобуспен жүресің, тамақ болды, барлық қызық тамақ ол кезде. 8-ден 12 кетті. Біз биден шығып, қазір киім алуға келдік. Алуға ма примерка? Примерка болады, соны алып, съемкаға барамыз. Иә. Который у нас будет в локации музея Костеева, так как мы будем
показывать эстетику музея, начнем с этого образа из парчи. А вам Көздерің тек менде ғана ертегі басталды жаңа енді ойым сенде ғана I'm not princess, I'm a queen. Көздерің тек менде ғана ертегі басталды жаңа енді ойым сенде ғана қателестің жоқ нәзік емеспін көп бейне бар менде. Короче, сағат 9 болды, мен шаршадым. Жас емеспін. Ой. Сен жассың ғой. Бұл әлі реклама түсіруге барады. Әлі мына жердегі жұмысы біткен жоқ. Былай қылайық, короче, мен сам ұсыныс. Операторды сенімен жіберемін, рекламаны кішкене түсіреді да. Сөйтіп жібере береміз, мен кеттім, ұйықтаймын. Ладно. Ренжімейсің ғой? Ренжим. Не, нормально. Бір күніміз деген нереально ғой. Ойбай. Не, мүмкін емес наған шыдау. А сен жақсылап түсіп қойды. На, давай бесті бер. Все, давай. На хабары. Да, давай. Сториски саласың ғой, да? Жіберем ғой рекламу қылып. Деп слайд тебе осыны. Конечно, обязательно. Все, болды, рахмет, давай. Все, увидимся дальше. Әрбір сөзден кіріп құлаққа сен тыңдайсың саған қойылатын енді сұрақ бар не қалайсың әрбір сөзден кіріп құлаққа сен тыңдайсың саған қойылатын енді сұрақ бар не қалайсың Ол подкаст Сейчас, будь с нами, будь с нами, не ходи кругами, будь